Ата бабаларымыздың айтқандарын білмеген соң, өзгелердің аталарының сөздеріне таң қалып жүретіндер бар. Қазақта тар жерде қауып емес, тауып айтқан мықты көп. Бір мысал келтірейін. Ел арасында мынандай әңгіме бар. Баяғыда Байдалы би қатты ауырып жатқан кезде Мұса қауын сұрап барыпты. Сонда Байдалы: кәрілік-ай, сөз деген бала сияқты тербетсең оянады, тербетпесең оянбайды. Заманым өтті десе керек. Мұса қонып, таңертең қонағасын жеп кетейін деп жатса, Байдалы: еліңе не айтып барасың деген екен. Сонда Мұса: не дейін, кезінде ел ағасы болған Байдалы кәрілікпен алысып төсек тартып жатыр деп айтам депті. Сонда Байдалы: оның рас шырағым, ендеше үш ауыз сөз айтайын, маған шешімін айтшы депті. Сонда алыста не алыс, жақында не жақын, тәттіде не тәтті деген екен. Мұса сәл ойланып тұрып: жер мен көктің арасы алыс, адамға туыс жақын, бала тәтті деп жауап беріпті. Байдалы: балам, ақылың алқымыңнан әлі аспаған екен. Алыста не алыс дегенде білімді мен білімсіздің арасы алыс депті. Шынында да солай ғой. Ерлі зайыптының, екі достың немесе құрбылардың ортасында конфликт болса, білімсіз жеңіле салады. Абай да сөз ұқпайтыннан күнде ұтылам деген екен. Тәттіде не тәтті дегенде жан тәтті дейді. Мен мұны көзбен көрдім. 2023 жылы 6 ақпанда Түркияда зілзала болғанда сонда едім. Сол елде білім алдым, докторлығымды қорғадым. Күнде кешкісін төбеге қарап жататын потолок дейміз ғой. Қабырғалар 5-6 жерден жарылып кетті. Бірнеше рет шайқалады жер аяқтың астында. Күн сайын қасыма бір аптаға жететін тамақ, су қойып қойдым. Үйіндінің арасында тірі қалып қалсам, құтқарушылар келгенше аман есен болайын деген оймен. Сонда өзіңе жақсылық жасаған, жамандық жасаған кісінің бәрін ойлайды екенсің. Зияны тигендерді кешіре саласың. Орыстар айтады ғой, не до этого деп. Мұқағалида өмір деген бір күндік сәуле деген. Сосын болған тағы бір оқиға, түс уақытында кафеде тамақ ішіп отырғам. Жер сілкінген кезде қасымда отырған бір апа далаға 180-мен жүгірді. Мен күлетін жағдайда болған жоқпын. Қазір ойласам күлкілі. Жан тәтті болады деген сол шығар. Жалпы қиындық келгенде адамның бәрі мейірімді болып кетеді екен. Түріктерді туысқан халық қой. Ақшаң бар ма, атаның алаңдап қалған жоқ па, нағып жүрсің деген сұрақтар қойып, көмек керек болса айт дегендерде болды, танымайтын кісілердің ішінен. Сосын Байдалы Мұсаға жақында не жақын дегенде ажал жақын дейді. Жас өліме, кәрі өліме Құдай біледі. Бәріңізге амандық тілеймін.